Баршаңызға сәлем. Бүгін қызанақтан ащы тіске басар дайындаймыз. Бізге ең алдымен қызанақ, укроп, сарымсақ, қызыл ащы бұрыш, шекер, тұз, уксус және де сұйық май қажет. Біз бірінші қызанақтарымызды домалақтап тураймыз. Қызанақтарымызды орташа қалыңдықта турау қажет. Қызанақтарымызды турап болған соң блендерімізге сарымсағымызды, ащы қызыл бұрышымызды турап саламыз. Егер сіздер қатты ащы болған қаламасаңыздар, қызыл бұрыштан аз салсаңыздар болады. Сосын болгар бұрышымызды да турап саламыз. Негізі қызыл болгар бұрышын қолдану қажет. Менде ол болмағандықтан көк болгар бұрышын қолдандым. Сосын бәрін блендерлейміз. Егер жақсы блендерленбей жатса, жарты қызанақ қосып жіберсеңіздер болады. Сосын қоспамыздың үстіне тұзды, шекерімізді, сұйық майымызды, сосын уксусты салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң укробымызды ұсақтап турап, оны да қоспамызға салып, жақсылап араластырамыз. Осымен қоспамыз дайын болды. Енді банка алып, банкамызға помидорды жарты ас қасық қоспамызды кезектестіре құямыз. Қызанақтарымызды видеодағыдай салып болған соң, банкамыздың бетін жауып, тоңазытқышқа төңкеріп 6 сағатқа қалдырамыз. 6 сағат өткеннен кейін банкамызды кері төңкереміз. Сонда қызанағымызға қоспасы толық сіңеді. Осы рецепттен менде 3 литр тіске басар шықты. Жасап көріңіздер, оңай, тез, әрі дәмді. Және де барлық тағам түрімен ұсынсаңыздар да болады. Әсіресе қыс мезгілінде тез желініп кетеді. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.